Transport. Көліктер. Транспорт деген қазақша аударғанда көліктер. Біздер әртүрлі көлік түрін білеміз, иә? Today's first transport is bus. Бүгінгі бірінші көліктердің түрі ол автобус. Bus, автобус. Repeat after me. Менің артынан қайталаңыздар. Bus, автобус. Bus, автобус. Қазақша бас деген сөз бар, иә? Соған ұқсайды. Let's spell it. Кәнеки әріптеп оқиық. B-U-S. B әріпі B деген дыбыс береді қазақша, иә? U әріпі бұл жерде A дыбысын береді. Себебі соңында дауыссыз әріппен аяқталып тұр. Егер дауыссыз әріпке аяқталса, онда U әріпі жабылып, әліппе дегендей оқылмайды. A болып оқылады. Umbrella дегендей. A дыбысын беріп тұр, U әріпі. Одан кейін S әріпі S дыбысын береді. Сонда bus деген сөз шығады. Repeat one more time. Тағы бір рет қайталайық. Bus, автобус. Bus, автобус. Look at these kinds of transport. Көліктердің мына түріне қараңызшы. Бұл қайық, иә? Қайық ағылшынша boat. Айтамыз, boat. Repeat one more time. Тағы бір рет қайталайық. Boat, қайық. Boat, қайық. Let's spell it. Кәнеки әріптеп оқиық. B-O-A-T. Енді қазақша қандай дыбыстар береді екен айтайық. B дыбысы, B әріпі B деген дыбыс береді. O әріпі тұр, иә? O әріпі бұл жерде O дыбысын беріп тұрады. Ал A әріпі бұл жерде оқылмайды. Соңында қандай әріп тұр? T әріпі тұр. T әріпі T деген дыбыс береді. Оқимыз. Boat. Boat. Repeat after me. Менің артынан тағы бір рет қайталаңыздар. Boat. Қайық. The next word. Келесі сөзді білу үшін, балалар, мен сіздерге сұрақ қояйын. Қайығымыз қай жерде орналасқан? Теңізде ма, немесе жерде ма, немесе ауада ма? Әрине, теңізде. Теңізде деп айту үшін біз at sea сөзін қолданамыз. Sea, мына sea деген сөз бізде теңіз, ал теңізде деп айту үшін at сөзін қосамыз. At қосымшасы. At sea. Repeat after me. Менің артыма қайталаңыз. At sea. Теңізде. Let's spell it. Кәнеки әріпте оқиық. A-T. A әріпі бұл жерде Ә дыбысын беріп тұр қазақша. Ал T әріпі Т дыбысын беріп тұр. Айтамыз. At sea. Кәнеки енді бұны әріпте оқиық. Let's spell it. S-E-A. S әріпі С деген дыбыс береді қазақша, иә? Ал мына екі әріп қосылған кезде, И мен A әріпі қосылған кезде, И дыбысын береді. И. Сол кезде C деген сөз шығады. Кәнеки, оқиықшы. At sea. At sea. Енді қосып айтайық. At sea. Repeat after me. Менің артынан қайталаңыз. At sea. Теңізде. At sea. Теңізде. Келесі сөзіміз, балалар. Ол үшін тағы да сұрақ қояйын. Бас, яғни автобус қай жерде орналасқан? Әрине, жерде, иә? Жерде орналасқан деп айту үшін біз land сөзін қолданамыз, және on қосымшасын қолданамыз. Land деген жер, ал on деген қосымшаны қосқан кезде жерде деген сөз шығады. On land. On land. Let's spell it. Кәнеки әріпте оқиық. O-N. O әріпі бұл жерде O дыбысын беріп тұр. N әріпі N деген дыбыс беріп тұр. Ал land сөзі, қарайық әріпте оқиық.
A, N, D. L әрпі L дыбысын береді. A әрпі Ә дыбысын беріп тұр бұл сөзде. N әрпі N дыбысын беріп тұр. Ал D әрпі D дыбысын беріп тұр. Кәнеке енді оқиық. Let's read. On land. On land. Енді бірге қосып айтайық. On land. On land. Жерде. On land. Жерде. The next word. Келесі сөзді айту үшін бізге plane көмектеседі, яғни ұшақ. Мысалы, балалар, ұшақ қай жерде ұшады? Әрине, ауада, теңізде, немесе жолда. Ол жүрмейді ғой. Ол көбіне ұшады, балалар. Енді ол ауада орналасқан. Ауада деп айту үшін біз in the air деген сөз қолданамыз. Air деген ауа, ал ауада деп айту үшін in the қосымшаларын қолданамыз. Кәнеки, тағы бір рет оқиық. Let's read. In the air. Let's spell it. Кәнеки, әріпте оқиық. I-N. Бұл жерде I әріпі I дыбысын беріп тұр. N әріпі N дыбысын беріп тұр. T-H-E. Мен айттым ғой. Егер T мен H әріптері бірге қосылып тұрса, онда олар the немесе th деген дыбыс береді. Бұл жерде the деген дыбыс беріп тұр. E әріпі деген дыбыс беріп тұр. The. Air деген сөзі міне бұлай оқылады. Air. In the air. Тағы бір рет оқиық. In the air. Ауада. Repeat after me. Тағы бір рет айтайық. In the air. Ауада.